Жарема Гүлбен, сен үшін ыңғайлы ма? Жоқ, мырза, болмайды. Тым болмаса бір рет инжидің қалағаны болмасын, мырза. Онсыз да сенің ойлағаның осы. Гүлбен ренжит деп емес, инжидің айтқаны болады деп жынданып тұрсың. Айыпқа бермаңыз, бір түсінбестік болыпты. Біз ол пәтерді жалға беріп қойған едік. Қалай сонда? Қайбеті? Тұрсың. Марка. Қалай сонда? Жаңа ғана келісім жасастық. Депозит мен жалда уақытында бердім. Байрам, тап қазір қайтарайық. Уақыт жоғалтқаныңыз үшін өтемақы төлейміз. Алаңдамаңыз. Бұйырмаған екен. Аман ешік. Онда мен кетейін. Сен тоқта. Ендігі ара, менен сұрамастан, мұндай нәрсеге араласпа. Түсіндің бе? Жарайды, хан мырза. Бұдан сабақ алдым. Еш алаңдамаңыз. Я, Гүлбеннің халі жақсы ма? Жақсы, уайымдамаңдар. Еш қиындық жоқ па? Жоқ, бір түсінбестік болған екен, біз шештік. Тыңдаңдар, егер шынымен қиындық туындаса, кез келген сәтте бас тартсақ болады. Жоқ, туындамайды. Онда керемет қой. Дереу сені көшіріп берейік. Ай, білмеймін ғой, келісімге қол қойдық деді ғой. Егер бірдеңе болып қалса ше, білмеймін. Ол мәселені шештім. Қалаған кезіңде көшіп келсең болады. Көрдің бе? Жарайды онда, жарайды. Көрші боламыз. Жүр, саған мыналарды көрсетейін. Нені? Кел қара. Енді таңертең оларға сен жем бер. Кейде мен берем. Мысықтар ма? Иә, біреуі шықты. Жарайды. Балаларының біреуін өзім алам, өте жақсы. Гүлбен, еш мұңайма сіңілі. Жынды Дуду. Дуду. Жынды Дуду екенім рас болса, бұл іс мұнымен бітпейді. Қалай бітпейді әпке? Көшіп келді ғой, қарасаңшы. Жақсы. Ол көшіп келгені үшін. Ол көшіп келгені үшін өкінетін болады. Осыдан көреді. Бәлкім үнжуге шамамыз жетпеген шығар, бірақ мұна ұзын тұраны бұл жерге сыйғызбаймыз, ұқтың ба? Қашып кетеді. Сен мұңайма. Өйтпе сіңілім. Іске сәт. Осылай болған. Иә, осылай болған үшін. Иә. Жоқ. Бірінші ханның сөзі бар. Көмектесейін бе? Осылай болған үшін. Иә. Есра, қызым, өте қуаныштымын, құттықтаймын. Рахмет, Мемдух көке, рахмет сізге. Бізге инжиге жақын болатының үшін өте бақыттымын. Бірақ өтірік айтып қайтайын, сенің орныңда болсам, бұл жерге ешқашан көшпес едім. Өйткені батпақ сияқты. Анағұрлым шығуға тырыссаң, соғұрлым түбіне тартып кетеді. Стоп, анағұрлым дегенді қайдан алып отырмын? Мен де таң қалдым. Неғұрлым шығуға тырыссаң, соғұрлым түбіне тартып кетеді. Бірдеңе қажет болса айт. Мен ұсталарға жейтін бірден алайын. Жарайды. Қане. Жарайды, онда былай істейік. Өте ауыр ғой, оларды қоясың. Тіл көзім тасқа. Байқайын, бәрің жиналы қалыпсыңдар ғой. Әпке, жетер, ұят болады. Ұят болады екен ғой. Саған ұяттың не екенін көрсетем. Байрам, дереу тастандағыны көмектессең көзіңді ойып алам. Байқадыңдар ма? Қазір дежавю болып жатыр. Мен тіпті келесі сөзді білем. Әлгі не еді? Жынды
Жынды дуду, мені жынды дуду деп атайды, солай болған. Сөйле, көп сөйле. Сені мұнда сыйғызбайым. Бұл жерден қашып кететін боласың әлі. Түсінем, сен жындысың ғой, е? Осы уақытқа дейін саған ешкім ештеңе дей алмаған. Бірақ мен алсам деп ойлама. Өйткені бір күні біреудің саған қарсы шыққысы келіп қалады. Қарсы шық, не істеп аласың? Айт, қане телеграф бағаны, не айтасың? Болды. Әпке жетер. Қаласаң да қаламасаң да Эстра осында тұрады. Қаламасаң сөйлеспей-ақ қой. Адамдардың мазасын алма. Жетер енді. Мен адамдарды мазалап жүрмін бе, солай ма, хан? Хан мырза? Аха, бекер ханды айтыппын мұнда. Стоп. Құлағымды ауыстырып алайыншы. Нет, соны қайтадан оқуым керек, бес хан. Адамдарды мазалап жүрмін ғой, солай ма? Хан мырза, мен мазасын алып жүрмін. Мәссаған. Мен сенің қылмысыңды мойныма алып, сені құтқарған кезімде жақсы еді, енді мазасын алып қалыппын ба? Рахметің жоқ екен. Масқара. Оның не дегісі келді? Сені құтқарған кезінде деді ғой. Жай әншейін. Ол жанжал шығару үшін солай деді. Оны білмеуші ме едің? Мән берме. Оның тұзағына түспе, жарай ма? Мән берме, ойлама. Неке хан мырза, енді сен ойла. Мүмкіндік туа салысымен, әпкеңді аяғынан шалсаң, осылай болады әрине. Енді әйеліңе түсіндіріп көр. Тәрбиесіз неме? Тәрбиесіз. Эстра, мұнан неге көтересің? Біз не қып жүрміз? Көп рахмет. Кофе ішесің бе? Мейлі, егер қиын болмаса. Сен күні бойы мен үшін әуре болып шаршадың ғой. Қазір менен бәліш сұрасаң дереу пісіріп берем. Яғни алғысым шексіз. О не дегенің жан? Түптеп келгенде досымызсың ғой. Гүлбен? Әлгі... Яғни... Менің құтты болсын айтуға келдім. Бірдеңе қажет пе? Жоқ, Гүлбен. Халің жақсы ма? Бұл жағдайға ренжіген жоқсың ғой, е? Жоқ, неге ренжейін? Халім өте жақсы. Инжи жалғызсырап жүрген болса, құрбысы жанында болғанын қаласа, құрбысын алсын. Бір-біріңе неге олай дейтіндеріңді түсінсем бұйырмасын. Қалай? Не дейміз? Дос. Бекерге өз-өздеріңді алдамаңдар. Сендер дос емессіңдер. Ол адамды шаршатып жіберетін нәрсе. Яғни өз-өзіңді алдау. Тілің басқаша, жүрегің мүлде басқаша сөйлейді. Яғни қиын ғой. Бірақ егер біз солай әзілдесеміз, ойнаймыз, өзара солай істейміз десеңдер, ол жағын білмеймін әрине. Бірақ менен сұрасаң, бұл уақыт жоғалту. Өкінішке қарай, бәрі сен сияқты ашық айта алмайды. Демек, күмәнданасың. Күмәнданатын нәрселерің бар. Демек, сенім демессің. Яғни іштей, міне осы қыз дей алмайсың. Яғни хан мен Инжи сияқты ғой, солай ма? Яғни хан мен Инжи сияқты. Солай ғой, е? Олар бірінші күннен-ақ сенімді болды. Сол үшін. Иә. Хан мен Инжи сияқты. Дұрыс. 77-ші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған
болар ма екен? Нет, жібермейміз десең.